Қазақстандық шоу-бизнестің жарық жұлдызы Қайрат Нұртас 2 жылға дейін той-томалақтарға тыйым салуды ұсынған адамдарға жауап берді. Өнер иесі дүбірлі шараларды көп көргендерге шүйлігіп, олардың пікірімен мүлдем келіспейтінін айтты. Әнші күніге жаназаларда жолыққаннан көрі қуаныштарда бас қосқан артық екенін жеткізді. Қайрат Нұртас той-томалақтарды болдырмас үшін жанын салып жүргендерге қатысты бар ойын айтты. Тойға қарап қалған түгіміз жоқпыз. Бізді көбісі той әншілері деп менсінбей жатады ғой. Біз тойға не үшін барамыз? Той ол қазақтың қазынасы. Сол тойда кездессең, жақындарыңмен қауышасың. Сол тойды көп көрдіңдер. Не болды соңында? Өлімнен бітіп жатыр бәрі. Осы тойды көре алмағандар арты не болды? Өлім болып жатыр. Қызық емес болып жатыр. Тойға тыйым салуға түбегейлі қарсымын, деді Қайрат Нұртас.